Мен мектепке бармас бұрын балабақшаға барған. Балабақшада жүргенімде тәрбиешіміз бізді екіге бөлетін: ойыншықпен ойын ойнатуға және әріп үйретуге. Ал мен ойыншықпен ойнайтын топқа кететінмін. Бірақ маған ол топ қызықсыз болатын. Келесі топтың тәрбиешінің соңынан қайталап сұраққа жауап беріп жатқаны қызықты болатын. Мен еңбектеп барып олардың жандарына отырып тыңдайтынмын. Бірақ тәрбиешінің көмекшісі көріп қалып, ойыншықтар ойнайтын топқа баруымды талап ететін. Күндердің бір күнінде мен әкеме: «Папа, менің әріп үйренгім келеді. Топтағы балалар әріп үйреніп жазу жазады. Ал мен жандарына барып тыңдағым келсе, мені ойыншық ойнайтын балаларға қарай қуады» дедім. «Неге олар менің қызымды қуады? Мен олармен ертең барып сөйлесемін» деді әкем. Әкем барып тәрбиешімен сөйлескенде жасы кішкентай болмайды депті. Содан қызының тілегін орындамақшы болған әкем дүкеннен дәптер мен қаламсап алып, әріптерді жазуды өзі үйрете бастады. Менің осылайша алғашқы ұстазым әкем болды. Мен мектепке бірінші сыныпқа буындап, оқып үйреніп бардым. Бірақ мектепке барған соң қайтадан сол әріптерді жазуды үйретуден бастады. Буындап оқитын адамға әріпті жазуды үйрету өте іш пыстыратын нәрсе ғой. Сондықтан мен мұғалімнен кейде сұранбай сыртқа шығып кететінмін. Мені ешкім іздемейтін. Сыртта жүріп сабақ аяқталуға жақын келетінмін. Ал мұғалімім әлі алдыңғы қатарда отыратын 4-5 баламен әуре болып жататын. Мен ең артқы қатарда отыратынмын. Мұғалім мені тексеруге жетпей-ақ сабақты аяқтайтын. Осылай күндер өте берді. Іш пыстырарлық мектепке барғым да келмейтін. Содан бір күні мектептің қасының алдына келдім. Бірақ мектепке кірмей қақпадан әрі өтіп тура жүре бердім. Қанша уақыт жүргенімді білмеймін. Айналамдағы нәрселерге тамсанып алға қарай жүре бердім. Бір уақытта қарным ашты. Тамақтанғым келді. Бірақ қайда келгенімді, енді не жасырымды білмей сол жерде тұрып қалдым. Айналама қарадым. Мен танитын адам жоқ. Қарным құрғырда шұрылдап кетті. Содан анамның айтқан сөзі есіме түсіп кетті. Егер жолда келе жатып адасып кеткеніңді түсінсең, дәл сол келген жолыңмен кері қайт дейтін. Анамның сөзін ойға алған қалпымда 180 градусқа бұрылдым да алға қадам бастым. Бұл жолы ешқандай қорқыныш болмады, өйткені таныс жолмен алдымнан мектептің қақпасы шығатынын біліп жүре бердім. Мектеп қақпасына жете бергенімде алдымнан таныс бейне көрінді. Анықтап қарасам, анам екен. Қуанғанымнан алға қарай жүгіре жөнелдім. Анам мені құшақ жайып құшақтап алды. Сосын: «Сен ол жаққа не қылып жүрсің?» деп сұрады. Ал мен не көргенімді айтып бердім. Анам маған енді олай жасауға болмайтынын айтып түсіндірді. Осылайша үйге қайтып, анамның тәтті тағамдарын тойып алып, қатты шаршағанымнан ұйықтап қалдым. Осылай уақыт зулап өте берді. Бірінші сыныпты тамамдап, екінші сыныпқа көшер кезінде інім дүниеге келді. Біз басқа жаққа көшуімізге байланысты маған да мектепті ауыстыруға тура келді. Расын айтсам, мектептің не екенін, партада қалай отырып сұраққа жауап берерде қолды көтеріп жауап беру керек екенін екінші сыныпқа өткенде үйрендім. Бірақ оқу үлгерімім сол қалпы қала берді. Өйткені сабақ айтсам да 3, айтпасам да 3. Менен насырай оқитын, сөздерді ежелеп оқып тұратын балаға да 3, маған да 3. Бағам еш көтерілмеген соң сабақ оқуды мүлдем доғардым. Еш қызықсыз. 2 оқу жылы да өте шықты. Тек 4-ші сыныпқа келгенде сынып жетекшім Нұранова Зәуре апай болды. Ол апай: «Гүлмарал, сен сабақты жақсы оқи аласың. Сабақтарға қолыңды көтеріп қатыс. Егер сабаққа жақсы қатыссаң 4-пен 5-ке шығасың. Сосын ұландар қатарына ілінесің» дейтін. Үйде отырып анам да апайымның сөзін қайталап айта беретін. Содан мен сабақтарға жақсы араласып 4-пен 5-ке шығып ұландар қатарына іліктім. Сол себептен екінші ұстазым Нұранова Зәуре апай деп айтамын. Содан бері төменге түсіп қалмауға, алға жылжуға талпынып